Баршаңызға қайырлы күн, құрметті оқырмандарым. Бүгін осындай өте дәмді, өте оңай печенье дайындайтын боламыз. Баунти печеньесін дайындаймыз. Менімен бірге видеоның соңына дейін болыңыздар. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Өте қолжетімді, жылдам дайындалатын печенье. Ең бірінші 2 жұмыртқаны жарып ыдысымызға жақсылап венчиктің көмегімен бір келкі масса шыққанша араластырып аламыз. Ингредиентін описание бөліміне қалдырып кетемін. Оның үстіне шекер саламыз және кокос стружкасын салып, қолмен жақсылап араластырамыз. Қолмен араластырып алғаннан соң, осылай қысып, қолмен екі қолдың көмегімен шарик жасаймыз. Міне осындай шарик шығу керек. Дайын шариктерді пергамент төсеп табанға осылай орналастырамыз. Және пешке 230 градуста 15 минутқа пісіріп аламыз. Біздің баунти печеньеміз дайын болды. Осылай әсемдеп қойсаңыздар да болады. Ішінің барлығы піскен, өте дәмді печенье. Менің каналымды қолдап, қоңыраушаны басып, каналыма тіркеліп отырыңыздар. Алда дәмді осы сияқты жылдам жасалатын рецепттер салып отырамын. Сіздерге рецепт ұнаған болса, WhatsApp желісіне тарата отырыңыздар. Сіздермен бірге болған Гүлнұр Темировна.